кеңеске сайлау кезіне келетіндер, дәл қазір сіздер балақай бағдарламасын тамашалап отырсыз. Бұл еліміздің талантты балақайларымен жақынырақ танысатын жоба. Ендеше біз шоуымызды бастайық. Раяна, бұрындары біздің аға әпкелеріміз пайдаланған қағаз күнделік қазір онлайн күнделікке ауысты. Қағаз кітаптан адамдар электронды кітапқа көшіп жатыр. Басшылардың көмекшілері виртуалды көмекшілері алмастырып жатыр. Тіпті тойлар онлайн өтеді. Ал мен әкем әлі телебағдарламалар кестесін газеттен оқиды. Енді ішінен балақай бағдарламасына қараса, түсіністік танытуға болады. Құрметті үлкендер, заманға сай болам десеңіздер, балаларыңызбен көп уақыт өткізуге тырысыңыздар. Немесе біздің шоуды көріңіз. Себебі бүгін өте ақылды, әрі талантты қонақпен сұхбаттасамыз. Қарсы алайық! Жанақұл, қош келдің, көңіл-күйің қалай? Сәлем достар, қалайсыңдар? Мен көңіл-күйім жақсы. Өздерің көңіл-күйлерің қалай? Біздің көңіл-күйіміз жақсы. Саған жиі қойылатын сұрақтар бар ма? Я, әрине бар. Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, бағдарлама жүргізу қиын ба? Ағылшын әліппесі бағдарламасына қалай өттім? Онда сол сұрақтарды қоймауға тырысайық. Жанашыл ағылшын әліппесінің жүргізушісі. Қалай аз уақыттың ішінде ағылшын тілін үйренуге болады? Мен өзім ағылшын тілін анамнан үйренгенмін. Ағылшын тілін тез уақытта үйренгілеріңіз келсе, біздің бағдарламамызды қараңыздар. Түркия және Әзербайжан еліндегі Spring фестивалінің конкурсының гран-при иегері атаныпсың. Сол туралы айта аласың ба? Ол қандай байқау? Мен басында Астана Старс конкурсына қатысқан болатынмын. Маған ол жерде тегін жолдама берген. Мен Түркияға және Әзербайжанға барған кезде конкурс 2 күн болды. Бірінші күні мен қазақ май әнін айттым, ал екінші күні Жаса Қазақстан әнін айтқан болатынмын. Сен вокал, дзюдо, шахмат және суретке қызығады екенсің. Бәріне өз қалауыңмен бардың ба? Ауыр сұрақ. Жарайды, мен жауап берейін. Мен өз қалауыммен дзюдо және шахматқа барған болатын. Қалғаны барлығы ата-анамның қалауы. Арман, сен ағылшын тіліндегі 50 мың сөз білесің. Білсем, Жанасыл секілді қонақ болып келетін едім ғой. Мен де білем. Бәріміз білеміз. Қалай сонда? Ц деп аяқталатын сөздердің бәрі ағылшын тілінде шын деп аяқталады. Қалай сонда? Эволюция. Evolution. Evolution. Реакция. Reaction. Сен мені алдап тұрсың. Буция деген олай аударылмайды шығар? Біріншіден, ол буция емес, буци. Екіншіден, біздің қонағымыз күтіп қалды. Ендеше келесі ойынға кезек берейік. Келесі ойынымыз ағылшын тіліне тікелей байланысты. Ойын ағылшынша сөздермен жасырылған қазақша ән. Жанасылдың ағылшын тілін үйреніп жүргенін білеміз. Соны тексеріп көрейік. Қазір мен экранға ағылшынша сөздермен және қазақша әндерді жасырып қойдым. Қонағымыз мағынасына емес, дыбысталуына мән беріп, әнді табу керек. Дайынсың ба? Иә. Ендеше кеттік! Экранға назар аударайық. Мынау қандай ән? Beautiful eyes. Мен бұндай әндер тыңдамайды екенмін. Онда жауабын не істейік? Келесі. Бұл біздің айгөлек-ау, айгөлек, айдың жүзідің. Дұрыс жауап. Айгөлек-ау, айгөлек, айдай айгөлек. Жанасыл, жарайсың. Келесі ән. Той West in Fay Zati Kanze. Той West in Fay Zati Kanze. Мен қазақша әндер айтқанымен, бұндай әндер білмейді екенмін. Дұрыс жауабын тыңдайық. Той үстінде тәтті күнде, жас
жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би билейік, шарықтасын шаттығыңдар. Жалғастырамыз. Келесі ән. Send they are you joke. Send they are you joke. Бұл сендей ару жоқ әні ма? Дұрыс жауап. Сендей ару жоқ, сағынғар сығару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды. Енді біздің соңғы ән. Man in a limb, man in a limb. Gul in bull, ik il a man. Бұл біздің әнұран ғой. Дұрыс. Айтпақшы, мен өткенде банкке бардым. Банкке? Не үшін? Әкем мен анашым беретін ақшаны сол жақта сақтағым келеді. Неге үйде сақтамайсың? Үйде өзім тығып қоямын да, тауып ала беремін, сақтай алмаймын. Келесі ойынымыз ақшаға байланысты. Бәлкім сенің мәселеңді шешуге көмектесер. Қазір жанасылға ақшаға байланысты ситуацияларды айтамыз. Ол қолындағы тұрған тақтайшалармен істейтін болса, иә, істемейтін болса, жоқ деп жауап беру керек. Жанасыл, дайынсың ба? Әрине. Онда бастайық. Текенге берген ақшадан артылғанның өзіме жұмсадым. Ата-анам рұқсат бермеген затты сатып алдым. Жарайсың? Досымның туған күніне өз ақшамнан сыйлық алдым. Керемет. Мектепте ақша жоғалттым, бірақ ата-анама айтпадым. Байқаудан ақша ұтып алып, бәріне тәтті алып бердім. Маған берген ақшаны анам алып қойды. Керемет. Ұзақ уақыт бойы ақша жинадым. Жарайсың. Сен үшін ең қиын бақылау қай сабақтан болып еді? Географиядан. Неге? Бақылаудан соң, Құдай, Италиян астанасын Париж ете аласың ба деп тілегенім есімде. Елдер мен астаналар туралы көбірек жаттауым керек екен. Несіне қиналасың? Бүгінгі қонағымыз елдер мен туларды жатқа біледі ғой. Ендеше өзінен үйренейік. Қазір жанасылды тексеріп көрейік. 1 минут, яғни 60 секунд ішінде жанасылға елдердің туларын көрсетеміз, ал жанасыл оларды табуы керек. Осылайша біз балақай бағдарламасын рекордтың орнатамыз. Білмей қалсаң келесі деп айтсаң болады. Сен дайынсың ба? Иә. Ендеше кеттік. Экранға назар аударамыз. Бұл Греция. Керемет, дұрыс айттың. Келесі ту. Бұл Италия. Дұрыс, келесі ту. Ал бұл Британия. Дұрыс. Өзбекстан. Дұрыс. ақш. Иә, бұл дұрыс, керемет жауап. Ал бұл Белоруссия. Дұрыс. Бүкіл елдердің туларын тамаша біледі екенсіз, жарайсыз. Достар, міне біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Дарынды әрі ақылды жанасылға көп рахмет. Біз бүгін тек шоу көрген жоқпыз, шынайы жанасылды көрдік деп ойлаймын. Балақайды тамашалағаның үшін рахмет. Бүгінгі қонағымыздың алдағы жобаларына сәттілік тілеп шығарып салайық.
Қонақта болған Мошқалбек Жанасыл,